Жақын адамдарға деген сүйіспеншілік пен қамқорлық біздің өміріміздегі ең құнды және қымбат нәрсе. Адамдардың қанша байлығы болса да, ең үлкен байлық адамдар. Біз шынымен біздің қорғауымызды қажет ететіндердің қасында ғана нағыз күшті боламыз. Ешқашан туыстарыңызға өзіңіз туралы көп айтпаңыз. Есіңізде болсын, күншілдік сәтте соқырлар көре бастайды, мылқаулар сөйлейді, саңыраулар естиді. Айнаға сенбеңіз, олар жалған. Басқалардың көзіндегі махаббат тек шынайы көрініс. Отбасынан қымбат ештеңе жоқ. Отбасы өміріміздің негізі, тірек сақинамыз. Жақын адамдардың сүйіспеншілігі мен қамқорлығы біздің өміріміздегі ең құнды және қымбат нәрсе. Не істесең де өзіңді жақсы көретін, өзіңе қымбат адамдарыңды қорға. Оларсыз өмірсіз ойлағаннан әлде қайда аянышты. Сіз бос уақытында сізбен сөйлесетіндер мен сізбен сөйлесуге уақыт бөлетіндердің арасындағы айырмашылықты көруіңіз керек. Адамдарды құртатын кедейлік немесе байлық емес, көре алмаушылық пен сараңдық. Байлықта дос көп, кедейлікте туыс та жоқ. Көпшілігімізде жынды туыстарымыз бар, ал туысқандардың көз алдында көбіміз өзіміз жындымыз. Нағыз туыстар бұл бетпердесіз және сылтаусыз өзіңіз шынайы бола алатын адамдар. Ең жақын адам сенің өткеніңді білетін, болашағыңа сенетін және қазір сені сол қалпыңда қабылдайтын адам. Жақын адамыңызға түсіретін реніштер тамшылап оның махаббатын өлтіреді және қай тамшы соңғы болатынын біле алмайсыз. Жақын адамдар кейде қарапайым өтіп бара жатқан адамның бір қарағанда түсінетінін байқамай қалады. Біз жақын адамдарымыз бар кезде олар туралы аз ойлаймыз, және олар кеткен кезде ең көп зардап шегеміз. Өмір әділетсіз ұйымдастырылған. Жақын адамдар алыс, алыстар жақын, ал айналаның бәрі ойлары тар адамдар. Егер сіздің қолыңыз сіздің жүрегіңізге жақын адамды құшақтай алмаса, оны дұғаларыңызбен құшақтап алыңыз. Бәрі өзгереді, бейтаныс туысқа, туыс бөтенге, достар өтіп бара жатқан адамға, жақын адамдар танысқа айналады. Жақындарымыздың қиыншылықтары бізге жиі ауыр азап әкеледі. Көптеген адамдар сізді жақсы көреді, бірақ сізден өзара қарым-қатынастан басқа ештеңені қажет етпейтіндер ғана сізді сатпайды. Тек сізді жақсартатын адамдармен уақыт өткізіңіз. Өзіңізге өзіңіз жақсарта алатын адамдарды ғана қабылдаңыз. Екеуі де өзара жасалады. Адамдар оқыту арқылы үйренеді. Сізді жақсартатын адамдарға қолдармен, аяқтармен, тырнақтармен, тістермен жабысыңыз. Зұлымдықтардың ең жаманы ұрлық емес, тіпті кісі өлтіру емес, сатқындық. Саған сенген адамға ешқашан опасыздық жасама. Өзіңізді тек сізді жоғарылататын адамдармен қоршаңыз. Өмір жай ғана сізді төмен түсіргісі келетіндерге толы. Керемет сөздер бар. Туысқан көп, туыс аз. Отбасындағы бақыт, туған құшағындағы жылы лебіз, бір-біріне деген мейірім мен қамқорлық. Егер сіз адамды жамандағыңыз келсе, онда мұны оның туыстарынан артық ешкім жасамайтынына сенімді болыңыз. Егер сізге ақша керек болса, бейтаныс адамдарға барыңыз.
Егер сізге кеңес керек болса, достарыңызға барыңыз. Ал еш нәрсе керек болмаса, туыстарға барыңыз. Туыстардың махаббаты өмірімізді нұрландыратын, жарқын болашаққа үміт беретін ұшқын. Мүмкін өмірдегі ең маңызды нәрсе жақын адамдардан кешірім алу. Тек осы ғана сіздің жаныңыз бен жүрегіңізді емдей алады. Жақын адамыңды сағынғанда әрбір кішкентай нәрсе оны еске түсіреді. Опасыздық жасағандардың барлығын кешіремін. Кеткендердің барлығына ақ жол тілеймін. Ал қасымда қалғандарды бағалаймын, жақсы көремін, құрметтеймін.